Сәлеметсіздер. Бүгін мен сіздермен өзімнің жақсы көретін асым сырникидің рецептісімен бөлісемін. Бұл рецептін тапқанша мен қаншама рет жасадым. Бірде езіліп кетеді, шашылып, бірде шығады, бірде шықпайды, сосын жасағым келмей қоятын. Осы рецептін тапқаннан кейін менде әрдайым шығады, сондықтан жиі жасайтын болдым. Оған керегі 500 грамм сүзбе, творог, 2 жұмыртқа, 2 ас қасық қант. Одан аз да көп те салуларыңызға болады. Қалауларыңыз бойынша жарты шай қасық тұз, 6-7 ас қасық ұн. Егер де сүзбелеріңіз сулы болса, сәл одан көптеу саласыздар. Осының бәрін араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін столдың бетіне ұн сауып, ұнды сеуіп салып, ол ұнымызды сәл көбіректеу салу керек. Көріп тұрғандарыңыздай осылай бір пішінге келтіреміз де және рулет қыламыз. Рулет сияқты етіп пішінге келтіріп, оны кесеміз. Дөңгелетіп кесіп болғаннан кейін жақсылап тағы да бір өзімізге ыңғайлы бір домалақтау етіп пішінге келтіреміз. Қараңыздар, соңғы келтірген пішініміз қатты қалың болмау керек, арасы піспей қалады. Тағы да көрсетем, міне қолдарыңызда осындай құрал болса, сіздерге жұмыс істеу өте ыңғайлы болады, өздеріңізге жақсы болады. Ол уақытқа шейін бұны жасап жатқанша отқа сковородкамызды қойып, май құйып, астын ысытамыз. Ысып жатқан сковородкаға сырникимізді саламыз, содан кейін астын сәл бәсеңсітіп қоямыз. Асты қатты болып кетсе, ортасы піспей шеке болып қалуы мүмкін. Міне көріп тұрсыздар, мен бір қолыммен жұмыс істеп жатырмын, соның өзінде де шашыраңқы болып кетіп жатқан жоқ. Тарелкамыздың бетіне салфетка саламыз, артық майын сорғытып алу үшін. Осылай мына дәмді етіп пісіріп алыңыздар. Сіздерде де әрдайым шығады. Рахмет қарағандарыңызға.